Бул Жайыл райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылган кызматкерлер менен болгон рейд. Бул жолу документи жок автоунаа айдап жүргөн 3 айдоочуга айып салынды. Бұл нәрсенің көйімі мен де қарап отырмын. Пенсиядамын қазір. Сөз жоқ. Үйде сөз жоқ. Мен бұл нан алайын деп кірдім bu жаққа тоқтауым. Сенің қашқан жоқ. Бер біле. Анда бар уақытта да бар. Паспортқа чүгірді да көзіңіз жоқ. Апкет, істеген бар көтіш? Паспортым мұна мен өзім бар. Паспортым бар қазір апкет. Men özüm ayda istedi, kalp ayda тұрған адам емес. Паспортын айға çalшы, апкеле қойсын бұл. Алды кетен жаққа, Западныйда үйде. Западныйда ол. İstek Beke. Güzel özünüz kaçan bарын білесіз. Қазір Атайын 16 жаға тоқталы өттен мен алып келесіз. Визам чегінде мамлекетке ақшасын төлейсіз. Бол. Пока паспортыңыз бізде болып тұрсын, мен материал отырғанда мәді сізге Әлі берді. Даже камера запустится. Айдоочулук күбөлүгү жок үчүн сөзсүз протокол түзүлөт жана автоунаасы айып короосуна киргизилет. Бул мыйзам. Айдоочуларга болгон түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, автоунаа ээлери салынган айып пулду төлөп, 10 күндүн ичинде автоунаасын алып кетсе болот. 222. 77, 79.